Достар, барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай өте оңай печенье дайындайтын боламыз. Ең қарапайым рецептегі. Ең алдымен ұнымызды ситамыздан өткізіп аламыз, оның үстіне разрыхлитель саламыз және де қантымызды салып, араластырып жіберіп, еріген дегенде жұмсақ комнатный температурадағы майды салып, осылай қолымызбен крошка қылып аламыз. Одан соң жұмыртқа саламыз, қаймақ саламыз және де бір тесто қылып шығаруымыз керек барлығын. Осылай жақсылап араластырып аламыз да, мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Оны 10 минутқа демалдырып қоямыз, сосын жаюды бастаймыз. Бұл печеньені сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Әр түрлі формаға салсаңыздар болады. Осылай үстіне жылтоқты жағып, қант сеуіп кішкене, осылай мен пицца кететмен кесіп алдым. Және де осы видеода көрсетілгендей қарапайым түрдегі фигуралар жасадым. Сіздер кез келген басқа бір фигуралармен кесіп алсаңыздар болады. Мінекей біздің печеньеларымыз дайын болды. Енді оны духовкаға 180 градусқа 15-20 минутқа жібереміз. Осымен біздің печеньеларымыз дайын болды. Кстати, достар, сіздер ванилин қоссаңыздар да болады. Ванилин қоссаңыздар дәмі вообще күшті шығады.